Қазіргі таңда алаяқтардың түрлері өте көп. Оның ішінде Қазақстан азаматтары өздерінің жеке счеттарын алаяқтарға беру туралы заң күшіне енген болатын. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 232-де бір бабына сәйкес заң көзінде 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру туралы көзделген болатын. Яғни атап кететін болсақ, дроперство, өздерінің жеке счеттарын алаяқтарға беру туралы, алаяқтардың сыбайласы бұл. Қазіргі таңда осы заң туралы не білесіз, және өзіңіздің жеке счетіңізді қалай беріп қойдыңыз? Соны жалпылама түрде өзіңіздің болған оқиғаңызды айтып кетсеңіз. Қыркүйектің 10-ы маған WhatsApp-тан жазады бір бейтаныс адам, қазақ нөмірімен, орысша жазады. Карточка сатып алам, ақшасын сразу беріп тастаймын дейді. Дәл қазір карточка маған бересің, соны беріп. Мен сұраймын, заңсыз емес пе, бар заңды нормально ма деймін. Бәрі таза, заңды, ешқандай проблема болмайды дейді. Сосын Homebank несін алам, банкын скачать ет дейді, скачать етем, тағы бір приложение айтады, соны скачать етем. И общий доступты екінші приложение арқылы кімге өртсем, сол мошенникке өртсем доступты. Ол мошенник екенін білген жоқсыз? Мошенник екенін білген жоқпын ол кезде. Қанша көлемде сізге ақша қаражатын ұсынды? 20 мың теңге. 20 мың теңгеге өзіңіздің жеке счетіңізді сатып жібердіңіз. Иә. Ол алаяқтар сіздің счетіңізді өздері, яғни алып алды сізден, өздері қолданды. Сіз қанша ақша қаражаттың түскенін және қанша ақша қаражаты аударылғанын білесіз бе? Жоқ, білмеймін. Қанша көлемде, қанша күнде пайдаланды сіздің счетіңізді? Бір апта пайдаланып, бір аптадан кейін өзім сол дропперлар туралы естідім. Сол естіген бойда счетымды өзіме обратно алып алдым. Дроппер туралы бұрын соңды білген жоқсыз? Жоқ, білген жоқпын. Оны қайдан естідіңіз? TikTok-тан естідім сол. TikTok әлеуметтік желісінде сіз көрдіңіз дроппер туралы, содан кейін өзіңіздің счетіңізді бұғаттап тастадыңыз. Иә, кері қайта болады. Бұл заң сол видео көргеннен кейін барып білдіңіз. Иә. Жалпы қанша көлемінде ақша қаражаты түскенін білмейсіз бе өзіңіз? Жоқ, білмеймін, қараған жоқпын. Қалай алдым сол? Сізге байланысқа қалай шықты деп ойлайсыз? Мен WhatsApp-та енді шығатындай не жоқ қой. Сауда группаларында бар едім. Сол сауда группалары арқылы шыққан сияқты деп ойлаймын өзім. Сауда группасы арқылы сізге жұмыс ұсынды, онлайн жұмыс. Сол онлайн жұмыс арқылы сіз жұмыс жасаймын деп 20 мың теңге көлемінде ақша қаражатқа сізге ақшасын берді. Сізге ақшасын берді, сіз счетты беріп жібердіңіз. Қазіргі таңда осы туралы азаматтарға қандай ұсыныс айтасыз? Ұсыныс айтқанда онлайн жұмысқа қызықпау, интернетте ешкімге сенбеу, заңдарды білу. Қазір осы ісіңіз істегенге өкінесіз бе? Иә, қатты өкінемін. Құрметті тұрғындар, құрметті азаматтар, өздеріңіз көргендей, бұл азамат өзінің жеке счетін 20 мың теңге көлемде ақша қаражатына сатып, өзінің счетына қанша ақша қаражаты түскенде білмейді. Сол себепті интернет алаяқтықтардан сақ болыңыздар. Алаяқтардың сыбайласы болып кетуден сақтаныңыздар.